Менің атым Абай. Мен дүниеге былай келдім. Аллилуйя, аллилуйя. Абай танушы рекетир. Атымды Абай қойғандықтан Абайға бір табан жақын жүруді жөн көрдім. Ақыры менің туған мамамның күйеуі, менің әкем мені Абай танушылар мектебіне алып барды. Балам, біреу десе маған айт, мен мамаң айтам. Ол жерде қатты дайындалдық. Жастайымнан бастап Абай танушыларға бардым. Ақыры ер жеттім, бірақ мамам маған күнде ұрсатын. Әй, бұл тірлігің дұрыс емес сенің. Өлесің де қаласың киноның соңында. Әй, Абай, айтпа деймі, айтқан деген осы. Әй, ашқара, айтса шақылың бұлыңа. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы. Ақыры мен әскерге баруға бел шештім. Шашымды алып тастады ол жерде. Ол жерге барып Абай танымақшы болдым, бірақ онда ең бірінші әкемді танытты. Қайт келген соң өз жұмысыма қайта кірістім. 1993 жылы Абай оқуынан бірінші орын алдым. Сол жерде мені Абай танушы профессорлар байқап қойды. Ақыры ертеңінде сабаққа мені іздеп келді. Сен ан жерде бір адамдар келіп шақырып тұр. Қайда? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уәлейкум сәлем. Не болды? Айта беріңдер. Қал жағдай қалай? Ақырындап. Сен кеше өнеріңді байқадық. Мына бізбен бірге жұмыс істесеш. Бізде Абай тану конференциясы болып жатыр. Кел. Ойлан дұрыстап. Шай ішіп отырып ойлан, жарай ма? Ал, ұста қал қолымды. Жарайды. Жақсы. Содан мен шай ішіп отырып ойландым. Ақыры офистарына бардым. Кім керек? Мені өздері шақырған. Бірден қабылдады. Ертеңінде жұмысқа кірісіп те кеттік. Ана үшеуін көріп тұрсың ба? Сол үшеуінен бар Абайдың өлеңдерін сұрайсың. Кеше айтып кеткем, жаттаңдар деп. Бар. Мақұл. Қандай өлеңін сұрайын? Қаңсонарда бүркітші шығаданған сұра. Аха, жарайды. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Мен өлең сұрауға келдім ғой. Жаттаған жоқ біз. Қалай жаттаған жоқсыңдар? Кәдімгідей. Мәссаған. Драка. Мәссаған. Мәссаған. Мәссаған жаттамысың. Мінезі қиын екен. Шпор сопты өздерінше. Ертең жаттаймыз ғой енді. Жарайсың. Жарадың. Сен неге көшеде төбелесе бересің, а? Мен емес, мамаңды емес. Сен өлтіріп кетеді. Өле берейін. Маған бәрібір. Сен неге ұқпайсың, а? Пышақтап кетеді ғой көшеде. Тамағың мен іше салам. Кеше келмейін дедің ғой, не келдің? Сол үйдегілермен ұрыс қалып. Жүр, оданша үйге кіріп Абай жолын оқымадық па? Жүр. Жарайды. Сол түні маған Толик звондады. Ол Абайдың жасында ғылым бар деп ескермедім өлеңін жаттамақшы болған. Ертеңде конференцияға айту үшін. Алло, Абай, не болды? өлеңін жатта қойдым. Жатта қойдың ба? Жатта қойдым. Қазір келем. Тезірек келесің бе? Қазір келем. Тосып тұрыңдар. Ол кім? Толик, өлеңін жатта қойыпты, конференцияға айтатын. Барып тексеріп келейін.
О, қалайсың? Жақсы өзіңіз. Толик, отыра бер. Айта бер. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткесін түспеді осыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл мақұрым қалғаныма кім кінәлі? Қолымды дөпсермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баламды оқытуды теріс көрмедім. Біз ертеңінде конференция үшін 3-4 фотоға түсуге дайындалып жатқан болатынбыз. Ертең жеңуіміз керек. Бар да ұйықта, деп ал. Жарайды. Жеңіске бірақ қадам қалған. Жүкті. Қашты. Ақыры мені пышақтап кетті. Бітті бәрі. Қайран әке-шешем шын айтқан екен. Сол кезде маған ұрысып айтса да дұрысын айтқан екен. Тыңдау керек еді. Енді міне жатырмын. Бірақ мен абай тану жолында құрбан болып бара жатқаныма өкінбеймін. Құрметті көрермендер, тағы не айтам? Сол жатқан пышақтады. Енді айта бер, мәшіміз кетпесе болды ғой. Көзімнің қарасы